Peggy 18. Енді болса да, болмаса да осы. Бұның іске асатынына сенімдісің бе? Әй, қоя тұрыңдар, мен мұндайды бұрын істеп көрмегем. Тіпті нұсқаулық та жоқ. Sub-Zero, ол мені естіп тұр ма? Естуі керек. Sub-Zero. Smoke. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Не болды? Бәрі есімде. Шаоканға не айтқанымды? Әлемдерді жаулауына мүмкіндік бермеу керек. Айтыңызшы, Sub-Zero бізге қалай көмектесе алады? Білмедім. Менің болашақты өзгертуге тырысқаным кері әсерін берген сияқты. Sub-Zero бұндай кейіпке енбеу керек еді. Бұл жайт уақыт ағымын әрмен қарай бұрмалауы мүмкін. Бізге ақпараттар қажет, дұрыс па? Қане Sub-Zeroны білдіртпей сыртқы әлемге жіберейік. Менің ес жиғанымды олар білмейді. Оларды алдап соғуға болады. Жер патшалығының шаруасы бітті. Бұл енді өзгермейді. Тамаша. Енді орындарыңа барыңдар. Сен уақытыңнан кешіктің, жаңағы тәртіп бұзушы қайда. Оны жер патшалығында өлтірдім. Оны осында келіп тергеуіміз керек еді. Ол қауіпті болды. Басқа таңдауым болмады. Соңымнан ер, біз жаңа тапсырманы орындауымыз керек. Бұл жерге қандай мәселе бойынша келдік? Мен сенің нейрондық байланысыңды тексердім. 5-2-O. Нейромодуляторың сөндірулі. Ол мүмкін емес. Сенің жадың жүйеңнен өшірілген. Панель мүмкіндігін шешіп таста. Сенің бағдарламаңа зақым тиген. Менің жаныма зақым тиген. Енді ол тазарады. Қанша құл темір боп мықты болғаныңмен, адамгершіліктен жоғары емес. Көп рахмет саған, Сектор. Ал, не істеп отырсыңдар? Қашыңдар кәне. Келді ау әйтеуір. Қане, оларды әулие Доминиктің зиратына алып барайық. Сендер неғып отырсыңдар? Тұрыңдар қане барлығың. Не себепті апарамыз? Ақысын төлесе болды. Қалғаны мен үшін маңызды емес. Сендерге айтты емес пе? Қане, тұрыңдар орындарыңнан. Әй, не істеп жатырсың? Мен сендерге көмектесем. Бәрін қашыңдар. Жылдам. Кеттік, сибалса кеттік. Осы сатқындығың үшін жақсылап жауап бересің.
неше қолдарың болса да, мен жеңіске жеттім. Қане, менің артыма жасырыныңдар. Тағы бір адым жақындасаң, оңдырмайым сені әзәзіл. Осымен екінші рет жеңілдің. Рахмет саған, біз үшін бәрі бітті ме деп едім. Менің кетуім керек. Зиратты барып тексеріп қайтқаным дұрыс болар. Саған қосылар едік, бірақ біздің баратын жеріміз бар. Тіпті жақсы. Жол болсын, бауырым. Құл темірге бауырым дейсің бе? Sub-Zero. Мен Quan Chi'ді таптым. Шамасы ол сиқыр жасағалы жатқан сияқты. Рейден, не болды? Не көрдіңіз? Шао Канның жандар құйыны. Бірақ бұның көлемі көзге елестетудің өзі мүмкін емес. Барша жер адамдарының рухын алып, Шао Кан қатты күшейген. Дәл Sub-Zero'ның тапқаны ма? Қаншама тырысқаным мен болашаққа төнген қауіп өзгерер емес. Сонда мен жер патшалығын тығырыққа тірегенім бе? Ол рухтарға сеніңіз, Рейден. Олар бізді түзейді, бізді қорғайды. Sub-Zero, елестер құйынын тоқтатамыз. Көп замай мен сол жерде болам. Тездет, шамасы сиқырды оқып болған сияқты. Кім мынау? Бізге Кано ескерткен адам, оны мен өзім айналсам. Сен Sub-Zero есіміне лайық емессің. Бұндай шешім шығаратын сен кімсің? Сенен бұрын бұл жолды жүріп өткен адам. Бихан! Як ойлан, бұл мен. Quan Chi мені қалпыма келтірді. Қалпыма келтірді? Сен де, мен де ендігі тірлер қатарында жоқпыз. Менің бойымда кемшілік жоқ. Quan Chi мені мықтырақ етті. Не себепті? Сыртқы әлеммен өлілер патшалығына қызмет ету үшін бе? Оның өз себептері бар. Бірақ аға, біз қанымыз бір шығар, бірақ біз бауыр емеспіз. Демек, ендігәрі сен үшін қынжылмаймыз. Дұрыс айтасың, біз бауыр емеспіз. Ratna sumbring knatarg, o ta shendura. Бұл жерден кет, сенің рухыңа да қауіп төнеді. Жер патшалығының тағдыры шешілді, Nightwolf. Әзірге жоқ, біз соңына дейін күресеміз. Сенің уақытың келді.
Құдайға шүкір. Рейден көріп жүрген аяндар болашаққа қатысы бар ма жоқ па, оны қалай білеміз? Соня дұрыс айтады. Өз қолдарымды осылай темірге ауыстыру бұл менің тағдырым ба? Әлде болашақты өзгертуге тырысқаннан осындай болды ма? Мына әңгімелерінен уже басым ауыра бастады. Мұның пайдасы жоқ. Өз шешімімізге күмәндануға болмайды. Рейден, сіз не дейсіз? Рейден? Осылай дұрыс. Сонымен біздің келесі мақсатымыз қандай? Найтволф. Бәрі дұрыс, жер патшалығының рухтары аман қалды. Жоқ, осының өзі жеткіліксіз бе? Құдайлармен сөйлесуім керек. Шао Кан заңды бұзды, сол үшін жазалануы тиіс. Бірақ шайқас жер патшалығында болып жатыр емес пе? Құдайларсыз жеңіске жете алмаймыз. Бірақ шебер. Лю Кан, көп сөз. Найтволф, мен оралғанша өзің басшысың. Дегеніңіз болсын, Хауака. Ал енді, олар келгенше осылай тұра береміз бе? Тоқтай тұр. Лин Куэй, олар бізді қоршап алды. Демек, құрдан құр отпаймыз. Алға! Мен саған қарағанда жылдамын әрі шапшаңмын. Шайқаста жеңу үшін тек жылдамдық керек емес, Сайракс. Сен әлсізсің, Смоук. Ұлы сиқыршының даналығын енді түсіндің бе? Сен рухтардың күшімен бәсекелесе алмайсың. Бәлкім, сені де құтқаруға болатын шығар. Бір жағдай болды ма? Анашым! Батылдарың жетсе бері жақындаңдар. Лин Куэйдің ісін өзім аяқтаймын. Үй, тұрың құрсын. Шабуылға!
Анашым, кешірші мені. Мен сенің енді анаң емеспін. Анашым, сен бұндай емес едің ғой. Шао Кан сені дуалаған. Шао Кан мені тірілтті, ал сен оны сатып кеттің. Қайдағы жоқ біреулерге. Эдения, есіңізде ме анашым? Шао Кан келмей тұрып, сіз қандай едіңіз? Өшір үніңді сүмелек. Арғы дүниеге достарыңмен бірге аттанасың. Ей, қобожақ! Әлі тірісің бе? Ол еш нәрсені де өзгертпейді. Қазір сен де достарыңның артынан кетесің. Ал енді, Синдел, сенің жазаңды рухтар береді. Tonkasela, Moisesielo, Unsimalayu, Omakiayo. Рейден, сіз қайдасыз? О, құдайлар, сіздердің көмектеріңіз қажет. Жер патшалығына қауіп төніп тұр. Қандай жағдайда екендеріңді жақсы білеміз, Рейден. Ендеше жер патшалығына жәрдем беріңіздер. Біз қауқарсызбыз. Бірақ Шао Кан, Лю Кан оны 2 рет жеңді, ал ол болса әлі де. Шао Кан қанды шайқас ережесін бұзған жоқ. Қалайша қазірдің өзінде ол жерге шабуылдап жатыр. Шабуыл жасауға ешқандай тосқауыл жоқ, тек әлемдерді біріктіруге ғана рұқсат етілмеген. Бұл әділдік емес қой, сыртқы әлемнің кесірінен жазығы жоқ жандардың қаны төгілуде. Әрине, бұл өкінішті. Бірақ қанды шайқас жарысының мақсаты белгілі бір нәтижелерді алдын алуға арналмаған. Әлемдер арасында теңдікті сақтауға олар құқылы. Бірақ өтініш сіздер, біз сөзімізді айттық. Соңғы есік жабылды. Біз шамасы жеңілген сияқтымыз. Жеңіс мен жақта, шаман. Жоқ. Егер мен сені өзіммен бірге алып кетсем, о, құдайым, мынасы несі? Лю Кан! Китана! Лю Кан, сен дұрыс айтыпсың. Әрине өкінішті біздің осындай жағдайда кездескеніміз. Китана! Бәрі мерт болды. Лю Кан, біз оларды тастап кеткендіктен олар мерт болды. Мұнан шама қаза үшін менің де жүрегім қатты сыздап тұр. Олар себепсіз қаза тапты.
Қане Рейден, айтыңыз енді, болашақты тағы да көріп тұрсыз ба? Мынаншама қазаның орнын қалай толтырамыз? Көкке көтеріліп, тұңғиыққа бірақ сүңгігендей болдым. Quan Chiге баруым керек. Онымен татуласып, күш біріктіріп сыртқы әлемге қарсы шығам. Не? Quan Chiге барып енді жалынасыз ба? Оған не бересіз? Әлде ол жайдан жай көмектесе ме? Мен үшін жер патшалығынан қымбат ештеңе жоқ. О бастан. Осы ойым шындыққа айналмаса екен деп едім. Бірақ сен есіңнен адастың, Рейден. Сенің көретін аяндарың, олар ештеңе емес. Сенің ақымақтығының кесірінен бәрі. Люкан, кешір мені. Осымен жетер. Мен оларға көмектесуім керек. Өзіңнің еш мәні жоқ саяхатыңды жалғастыра бер. Құдайлардың өзі сені қорғасын. Quan Chi! Quan Chi! Сені бұл жерде көремін деп ойламаппын. Не үшін келгеніңді айт. Quan Chi мен жолығуым керек. Айтар сөзің болса маған айт, оған өзім жеткізем. Осыған бола, қайдағы жоқ біреуге қызмет ету үшін өз ұйымың мен отбасыңды құтқарудан бас тарттың ба? Менің отбасымда шаруаң болмасын, Рейден. Қожайының айтып бар, Скорпион. Мен онымен сөйлесуім керек. Сен тек менімен ғана сөйлесесің. Ал енді, Скорпион, қожайыныңды шақыр. Менімен жолыққың келді ме? Жер патшалығы және өлілер патшалығы арасында одақ құрғым келеді. Жеңілісіңді мойындайсың, солай ма? Біз жауды жеңеміз. Әрине, өлілер патшалығы біздің жағымызға шықса, сен өтірік айтуды білмейсің, Рейден. Жер патшалығының қорғанысы күйреді. Сендерде бар жоғы бірнеше сағат қалды. Өз талабыңды айт. Ал, ұсынып көр. Менің ұсынарым осы шайқаста қаза тапқан барлық жер патшалығының әскерінің рухы сенікі. Олар келсер еді. Басқалардың жан дүниесіне мен-мендікпен қараймын де. Тек қана мен-мендік емес. Мен саған өз рухымды да ұсынам. Егер мен өлсем, ол сенікі. Саған ризамын, Рейден. Бірақ еш мағынасы жоқ. Жоқ. Көріп тұрғаныңдай, олардың рухы онсыз да маған тиесілі. Бұл өлілер патшалығына Шаоканның берген сыйлығы. Жоқ, бұлай болмау керек еді. Жер патшалығы жеңілді, Рейден. Сен сияқты. Көзін құртыңдар. Дегеніңіз болсын, әміршім. Сендерді Құдайдың өзі қорғасын. Құдайлар оған көмектеспейді. Олардың рухы менікі. Китана, Найтволф, Кунлао. Сенің кесіріңнен біз осындамыз, найзағай әміршісі.
Сен бәрімізге сөз берген едің. Қанымды ішіп біттің, Quan Chi. Шаоканның жеңісіне көп қалған жоқ. Көп ұзамай ол жер патшалығына да барады. Жоқ, құдайлар оған жол бермейді. Құдайларың енді ешкім емес. Сенің әлемің жойылудың алдында тұр. Олар ештеңе де жасай алмайды. Олар міндетті. Шаокан тек қанды шайқас арқылы ғана шабуыл жасай алады. Олсыз құдайлардың алдында жауап береді. Заңға қарсы шықса, оны құдайлардың алдында сот күтеді. Ол жеңіске жету керек. Керісінше сен жауап бересің, Рейден. Рахмет, Quan Chi. Мен енді не істеу керектігін жақсы білемін. Өлілер патшалығынан құр қол қайтқан екенсің ғой. Люкан, енді не істеу керектігін мен жақсы білем. Шаоканға әлемді жаулауға мүмкіндік берейік. Есуастың сөзін айтпа. Қанды шайқаста жеңбей соғыс ашатын болса, ол заңға қайшы. Қазір ол қарсы шығады. Сосын құдайлар оның жазасын береді. Әлемдер бір-бірімен қосылмайынша оны жеңу ешқандай пайда келмейді. Ол қайтадан оралып ақыр заман алып келеді. Мен оны көрдім. Доғар, Рейден. Ол осында. Жоқ, менің айтқанымды істе. Құдайларға сенім білдір. Маған сенім білдір. Люкан, сенің Шаоканмен шайқасуыңа жол бере алмаймын. Демек, менің жауым сенсің. Люкан, араласпа. Люкан, тоқта дедім. Жоқ, Люкан, Рейден. Осы жасаған ақымақтығыңда жетер, Рейден. Егер өлгің келсе, ал ендеше. О, құдайым, жоқ! О, жоқ, бұлай болмау керек еді ғой. Бұл не істегенің? Люкан, кешірші мені. Сен бәріміздің түбімізге жеттің. Қане, өзіміз іске кірісейік.
есіңді жидың ба? Босқа жер адамдары зардап шегіп жатыр. Әрмен қарайға теке тірестің еш мәні жоқ. Қаншама ғасырлар бойы маған қарсы күресіп, енді бәрін жоққа шығарып тұрсың ба? Бірақ бұл жолы емес. Құдайлар енді менен қорқатын болады. Болмайтын қанды шайқас жарысымен енді мені тоқтата алмайды. Айдаһардай кейіпте жүргенімен, шын мәнінде нағыз қорқақтар. Осымен бәрі аяқталады. Оны сезіп тұрғаныңды мен жақсы білем. Уа, құдайлар, қайдасыздар? Неге мені тастап кеттіңіздер? Сенің дәуренің өтті. Ғасырлар бойы лайықсыз қарсыластыққа көніп келем. Мен жеңіске жеттім. Иә, сен жеңіске жеттің. Міне, Рейден, сенің әлемің осымен жойылады. Сен тәртіпке бағынбадың, Шао Кан. Қанды шайқаста жеңбей әлемдерге шабуыл жасадың. Сенің жазаң белгілі. Әлсіз құдайлардың әлсіз ұмтылысы. Бүгін мен құдай атанам. Бәрі аяқталды.
бірақ үлкен құрбандықпен. Қаншама жан мерт болды, қаншама шырақ сөнді. Бәрінің қазасы менің мойнымда. Жер патшалығын қорғау үшін қолыңыздан келгеннің бәрін жасадыңыз. Ал шайқаста адамның қазасы ол заңдылық. Кеттік. Құлағандарды қалпына келтіріп, әлемімізді ретке келтірейік. Біздің жұмысымыз енді басталды. Құрған жоспарыңыз қалтқысыз орындалды, лорд Шинок. Шао Кан ашудан соқыр болды. Құдайлардың әлемдерді бір-бірімен қосу елемейтіндігіне қаншалықты оңай сенді десеңші. Бірақ найзағай әміршісі әлі де болса тірі. Ол маңызды емес. Сыртқы әлеммен жер патшалығы қосылса да, өлілер патшалығына қарсы тұра алмайды қазір. Уақыты келді. Көп ұзамай мен бұғаудан шығам. Сол кезде жер патшалығы мен сыртқы әлем бізге тиесілі болады.